Әскерден келгенін соғыстан келгендей тойлайды ел. Баланың мектепке баруда, оны бітіруде тойханада өтетін болған. Енді бір блогерлер әлеуметтік желдегі оқырмандарының саны миллионға жеткенін дүркіретіп атап өтіп жатыр. Тұсаукесер, тілашар, юбилей, сүндет той айналып келгенде бәрі міндет той ғой. Бармайын десең сенікіне келген, атағанын берген. Ал енді сол шараларды қазір есте қалатындай етем деп, дарақылық, сорақылықпен өткізіп жүрміз. Той үстінде акула жеген қазаққа басқа қызық қалмады-ау дебем, таңғалатын дүние жетеді екен әлі. Қазақ осы көргенінен тамбайтын, той думансыз оты түзу жанбайтын деп ақын Қадыр Мырзали жырлағандай, расында да ертеден сауықшыл халықпыз. Бірақ бұрын айбын асқан хандар, байлығы тасыған билер, немесе мыңғырған малы бар байлар ғана 30 күн ойын 40 күн тойын жасаған. Ал қазір дәулеттісі де, ауқатты емесі де жұрттың бәрі бірдей олан асыр той жасауға үйір, тіпті бір-бірімен жарысып, небір ел естімеген дүниелерді шығарып жатыр. Мысал ретінде дастарханға акула қойғандарды айтуға болады. Бүгінгі тойлардағы небір қызықты да, шыжықты да көзбен көріп жүрміз. Мәселен, мейрамханаға лимузинмен кіру үйреншікті нәрсеге айналып барады. Ол түгілі басқалардан дараланғысы келіп, тікұшақпен ұшып келетіндер де шықты. Ал біреулер шашуға теңгені қойып доллар шашты. Дәмханаға ат кіргізіп, онысына өкініп қалғандар да болды. Себебі жануар үркіп, тулап, ырыққа көнбеген жағдайлар кездесті. Беташар рәсімінде келіннің сәлем салғанына миллион жарым теңге тастап, бәсекелескендерді қайтерсің. Психолог Айгүл Әділованың сөзінше, мұндай қылықтардың бәрі ішкі мақтан құмарлықтан болады. Ертең той біткеннен кейін эмоция қалу керек қой. Адамдар сол той ойбай, былай болды, анау акула әкепті, андай әкепті, мен өзім қалай істеймін деген. Яғни ол сол тойды ертесі күні бәріміз енді айтамыз ғой, любой жерге барсақ та. Сол үшін сондай нәрсе алу үшін, внимание алу үшін солай жасалынады деп ойлаймын. Одан да сорақысы, тойда ортаға кілем жайып, көрпе төсеп, әйелдер күресін ұйымдастыратындар бар екен. Мұны қалың көпшілік ерсі көрді. Дегенмен кейбіреулер әйелдердің белдесуі әдет ғұрпымызда бар деп уәж келтірді. Ал этнограф Болат Бопай мұның қазақ дәстүрінде жоқ екенін айтады. Әйелдер күрескенді қойып, әйелдер алысқанды қойып, әйелдер жаңағы ерлердің алдында тоңқайып арт жағын көрсетпейтін, қыздар кіндігін ашып көрсетпейтін, сондай. Шай ұсынғанда да, тамақ әкелгенде де жаңағы жабылып жүріп береді. Сондай-ақ зерттеуші үйлену мен ұзатудан басқасының бәрін ұсақ тойлар дейді. Яғни шілдехана, тұсаукесер, баланың бірінші сыныпқа баруы, мектеп бітіруі, туған күн, мерейтойлар тәрізді қуанышты үйде ет жақындармен атап өткен жөн. Ал қазір оның бәрін мейрамханада тойлауға үйірміз. Бітпейтін той томалақтан бұқарада шаршап кеткен секілді. Кино кейіпкерлерінің аузына мынадай сөздер салып, өз бетімен дубляждап жүр. Туылған күннің не керегі бар? Туылса өз үшін туылды. Бесік той, сырға тойдың не қажеті бар? Сонда елдің бар шын ниетімен тойына келіп жатыр дейсің ба? Алдың жолға не той жасап еді, бәлей болды ғой, және жасапты деп келеді. Журналист Анияр Есен той уақытын 5-6 сағаттан 2 сағатқа қысқарту керек дейді. Сонымен қатар 2-3 ыстық тамақ әкелу, желінбейтін аста төк дастархан жаю ысырап екен. Бізде көп жағдайда мынау несие алып, яғни кредит алып той жасайтын адамдар өте көп. Кедейдің кербездігінен сақта дейді ғой, бізде қуыс көкірек, әйтеуір анадан мен жаңағы қалыс қалмайын деген бір жарыс бізде. Әйтеуір жарыс, білмеймін, бір жарыс. Той жарыс, бізде ой жарыс жоқ, бізде той жарыс. Сондай-ақ зиялы қауым өкілдері тойға көп уақыт шығындағаннан гөрі қазақ ғылым мен технологияны дамытуға көңіл бөлу қажет деген пікірде.